Баршаға ассаламу алейкум. Көбі менен автоэлектрик курсы туралы сұрап жатыр, қашан басталады деп. Сол туралы қысқаша мәлімет айтып өтейін. Жалпы автоэлектрик курсы жазылу үстінде, видео сабақтар қазір жазылып жатыр, видеоға түсіріліп жатыр. Небәрім көп болған сайын видео сабақ сізге өзіңізге де жақсы болады. Көп информация болады, көп пайдалы ақпараттар болады. Жалпы негізінен басталып үйретіледі, схема үйретіледі, құрал-саймандар, қандай құрал-саймандар керек екені. Және де автодиагностика туралы да көп информация болады. Сондықтан қазір жазылып жатыр, оның монтаждау бар, соның барлығы өте көп уақыт алады. Сондықтан қазір мен YouTube-қа көп видео салып жатқан жоқпын. Жалпы курс қалай өтеді, соны айтып өтейін. Курс видео сабақ ретінде өтеді. Қазір мен видео жазып жатырмын ғой. Сол видео сабақтарын 10-15 шақты видео жазылады. Сол видео материалды сізге жіберу арқылы сабақ өтеді. Яғни тікелей байланыс менімен болмайды. Видео сабақты жіберем, сол видеоларды қарау арқылы автоэлектрик мамандығын үйренуге болады. Практика сұрап жатыр көбі. Практика әзірге практика жоқ. Әзірге практика жоқ. Оған менде мүмкіндік жоқ. Алдағы уақытта планда жалпы бар, жоспарда практика. Бірақ та қазірге дәл осындай негізін білу үшін, схеманы түсіну үшін, жалпы принципті білу үшін осындай видео сабақ ретінде жүреді. Енді кері байланыс туралы енді қазір мен ойланып жатырмын. Мен кері байланыс группа ашыла ма, ашылмай ма, сол туралы қазір мен ойланып жатырмын. Ол бола ма, болмай ма, кері байланыс группа ашыла ма, ашылмай ма, енді қанша адам қатысатыны белгісіз. Және де оны видео сабақты жүктейтін платформа керек, программа керек. Соның барлығын қазір жұмыс үстінде қазір. Бұның барлығы іздеу үстінде, монтаж үстінде видеолар. Сондықтан сабыр етіп күтуіңіз сұралады негізі. Ал енді осы сабақ қазір сол курстан бір үзінді. Өздеріңіз бағалап кетіңіздер. Қалай жалпы түсінікті ме, түсініксіз бе? Егер оқитын жігіттер болатса, комментарияға плюс басып кетіңдер. Баршаға ассаламу алейкум. Сабақта біздер прибор панельдің маңыздылығы жайында айтып өтеміз. Жалпы прибор машинада өте көп рөл атқарады. Соның ішінде мына астында жанып тұрған лампочкалардың барлықтары сізге информация беріп тұрады. Ең бірінші қарастырып өтейік. Майдың зажигание ашқан кезде машинада барлық лампочкалар осылай жанып тұру керек. Содан кейін барып машинаны оталдырған кезде барлық лампочкалар сөну қажет. Бірінші бізде көрсетіп тұрған майдың датчигі. Майдың датчигі қазір бізде зажигание ашқанда жанып тұр. Ол былайша айтқанда қазір бізден связьға шығып тұр деген сөз. Байланыста бар. Бізбен датчик, майдың давлениесін өлшейтін датчик бізден байланысқа шығып тұр, мен жұмыс жасауға дайынмын деген сөз. Аккумулятордың суреті былайша айтқанда генератордың заряд беруін көрсететін белгі, генератордың байланысқа шығып тұрғанын белгісі. Содан кейін чектің жанып тұрғаны. Чектің жанып тұрғанда өте көп рөл атқарады. Чек жанып тұрған нені білдіреді? Ол мазганың, яғни ЭБУ деп айтады ғой. ЭБУ деген электронный блок управления. Электронный блок управления ЭБУ деп қысқартылып айтылады. Қазақша көбі мазга деп айтады. Сол мазганың қосылып тұрған белгісі. Егер қазір мен мазганы өшіріп тастасам, болмаса мазганың предохранителін алып тастасам, бұл жерде чек жанбайды. Бірақ та зажигание кезінде осы лампочкалардың барлықтары жанып тұру керек. Былайша айтқанда біз байланыстамыз. Мазга мен қосылдым деген сөз. Генератор мен байланыстамын, және де майдың датчигі мен байланыстамын деген сөз. Сол сияқты мысалға кейде airbag, подушка безопасности жанып тұрады. ABS барлықтар жанып тұру тиіс. Зажигание ашқан кезде, кілтті ашқан кезде жанып тұру керек. Содан кейін оталдырған кезде, егер ошибка ешқандай болмаса, бәрі дұрыс болса, майдың давлениесі дұрыс болса, генераторымыз заряд берсе, машина оталса, ешқандай чек жанбаса, ошибка көрсетпесе, барлығы өшу керек. Мысалы, мен бұл машинаны қазір оталдырып көрейін.
және де міне стартер кезінде мына жерде белгі шығады. Машинаны қазір оталдырдым. Демек бізде қазір майдың давлениясы бар деген сөз, генератор заряд беріп тұр деген сөз, және де ошибка, ешқандай қате жоқ деген сөз мазгада. Сол сияқты біздің подушка безопасность, ABS барлықтары өшу керек. Түсінікті ғой. Енді тіпті машина оталмаған кезде де осы панельді қарау арқылы да мазганың қосылып қосылмай тұрғанын білуге болады. Көп жағдайлары солай кездесті бізде. Кілт ашамыз, чек жанбайды, бірден түсінеміз, мысалы мазга қосылып тұрған жоқ. Сөйтіп жаңа проблеманы сол жақтан іздейміз. Мазга неге қосылып тұрған жоқ, питание бар ма деген сияқты. Сол сияқты генератордың аккумулятордың суретін жанбаса да осыдан білуге болады. Егер қазір мысалы тест ретінде қазір көрсетіп жіберейін сіздерге. Қазір менде мына жерге назар аударайық. Машинаны оталдырамын. Машинаны қазір оталдырдым. Енді қазір генератордың күшін прибор арқылы қазір көріп тұрмын. 14 вольт бізге генератор беріп тұр. 14 вольт беріп тұр. Енді қазір генераторға келіп тұрған мына лампочкаға жауап беретін жіңішке провод болады. Кез келген генераторда. Соны қазір мен ажыратып тастаймын. Қалың провод емес, аккумулятордың клеммасына, плюстік клеммасына баратын жіңішке проводпен келіп тұрады генераторға. Бұл лампочка сізге біріншіден генератордың заряд беріп бермей тұрған информация береді. Егер содан кейін генератордың возбуждениесі бар. Ол возбуждение деген қазақша айтқанда генераторды оятатын нәрсе. Оят жіберетін нәрсе. Машина оталған кезде генератор оятатын нәрсе. Осы лампочкада сол генераторды оятады. Сол екі қызмет атқарады. Біріншісіге генератор заряд беріп тұр, бермей тұр. Екіншісі генераторды оятады. Қазір мен сол штекерді ажыратып тастаймын. Сосын көреміз машина қандай жағдайда болатын. Мінекей қарап жіберейік. Қазір мен сол генераторға келіп тұрған мына лампочкаға жауап беретін жіңішке проводты ажыратып тастадым. Біз қазір лампочканы сөніп тұрған байқадық. Енді машинаны оталдырамын. Машинаны оталдырдым. Машина оталды. Ешқандай ошибка ештеңе жоқ. Енді қанша заряд беріп тұрғанын мен көрейін. Енді бізде 11-де 9 12 вольт деп көрсетіп тұр. Бұл генератордың заряд беріп тұр деген сөз емес. Бұл жай ғана аккумулятордың өзінің күші 12 вольт. Заряд беріп тұру үшін бұл жерде 13,5-нан бастап 14-те 2-ге дейін бару керек. Бұл заряд беріп тұр деген сөз. Генератордың заряды аккумулятордың күшінен көп болу керек. Демек, аккумулятор 12 вольт болса, генератор одан да көп беру керек. Заряд алу үшін. Енді қазір бізде генератор заряд бермей тұр. Бірінші проблема. Ал екінші проблема, біздер қазір сол генератордың заряд бермей тұрғанын көріп тұрған жоқпыз. Егер осылай жүре берсек, онда машина өшіп қалады. Аккумулятордың күшімен жүргесін өшіп қалады. Сондықтан кез келген уақытта, кілтті ашқан уақытта осылай приборды қарап алған жөн. Қайсы жанып тұр, қайсы жанбай тұр. Алыс жолға шықсаңыз, сапарға шықсаңыз да барлығын қарап алыңыз. Және тағы да бір лайфхак бар. Егер жанбай тұрса, осылай жанбай тұрса, онда самовозбуждение, оборот беру арқылы генераторда оятуға болады. Қазір мен оборот беріп жіберем. Мен оборот бір рет бердім. Генератор оборот арқылы оянды, былай айтқанда возбуждение болды, оянды. Бірақ та оны оятатын оборот болмау керек. Ол мана біздің жанып тұрған лампочка болу керек.